Storytelling деп ол өзінің атында айтып тұр. Яғни бір оқиғаны сипаттап беру. Сен өміріңде әртүрлі тәжірибелер болады. Өмір сүресің, әртүрлі нәрселер көресің, және сенің басынан өткен оқиғаларды әдемілеп сипаттап беру, сол нәрсе storytelling болып табылады. Біздің қазақ тіліндегі ең жақсы storyteller'лардың бірі ол Домалақ, a.k.a. Бико, мен үшін. Себебі оның әндерінің көбісі storytelling арқылы ашылатын болады. Ол жалпы өзі қалай жолға шыққаны жайында, көлігінің сынып бұзылып қалғаны жайында, дөңгелегін ауыстыру, оған біреу келіп көмектесуі, одан кейін аяғына дейін жетіп сол жерде ет жеп отырғаны жайында бүкіл әңгімесін 3 минуттың ішіне сыйдырып, бәрін ұйқастап, және арасына күлдіргі панчлайндар тығып отыру арқылы өзінің әңгімесін жеткізеді. Көлікте 4 дьявол, беттерінде сабыр, көздерінде жалын, сағат түнгі 2:30. Су керек, істеу керек, тек үндеме, тек білдірме, магазинде кассаға жақындағанда күлдір. Драматургияның заңдарына сүйенсек, бұл жерде хронотоп, яғни уақыт сағат түнгі 2:30 екенін білеміз. Кеңістік бар, көліктің ішінде болып жатқан оқиға, және мақсат бар. Олар заңсыз зат іздеп жүр. Оған қоса кейіпкерлердің мінезі бар. Осы заттың бәрі және ұсақ-түйек детальдарды сипаттау арқылы кейіпкерлердің немен айналысатынын, қайда жүргенін және мінез құлқы қандай екенін біз біле аламыз. Жақсы storyteller болу үшін саған осы сәтте дәл қазір бар болуың өте маңызды, өйткені сен әртүрлі ұсақ-түйек детальдердің бәрінде фокустап тұруың керек және ол нәрседен қандай затты алып шығуға болатынын білуің керек. Оған қоса тапқырлық керек, өйткені бәрін жақсылап байланыстыру тиіс. Сондықтан да сен жақсы storyteller болу үшін сенің миың шынымен де 100%-ға жұмыс істеп тұрған дұрыс болады. Шетелдік рэперлердің ішінде мен үшін ең мықты storytellingтің бірі ол Eminem'нің Stan деген әні, өзінің фанаты жайында. Ол жерде ол суреттеу, драматургия, эмоция көрсету, тағы басқа заңдылықтардың бәрін ұстана отырып, бізге бәрін көрсетіп берді. Яғни сен storytelling тыңдап отырған кезде көз алдында экранда кішігірім кино болып жату керек. Сондықтан да storytelling шеберліктің ең биік деңгейлерінің бірі. Қиындығы, сен көп нәрсені бір жерге жинауың керек болады. Сенің әңгімеңнің басы, ортасы, кульминациясы, шешімі және аяғы болу керек. Арасында конфликт, сенің эмоцияларың, сезімдерің, сол нәрсенің бәрін суреттеу және тағы да басқа кішігірім детальдар бар. Ол нәрсенің бәрін бір толқында ұстап шығу өте қиын. Және бұл рэп екенін ұмытпа. Себебі бұл заттың бәрі ұйқасу керек, ритмнің ішінде болу керек және дыбысталу жағымды болуы тиіс. Сондықтан да жақсы storytellerдің жұмысы драматург пен сценаристерден қарағанда әлдеқайда ауқымдырақ. Өйткені ода бар жоғы 3 минут немесе 5 минут уақыт бар. Сол уақыттың ішінде ол бүкіл айтқысы келген әңгімесін айтып, адамға кішігірім көркем фильм көрсетіп тастау керек.